Программирование саласындағы мықты маман болудың 3 қадамы. Алғашқы қадам ол бізде сала таңдау. Программирование басқа мамандықтар секілді өзінің ішінде де бірнеше салаларға бөлінеді. Сол бойынша сіз өзіңізге жақын, ыңғайлы болатындай бір бағытын таңдайсыз. Екінші қадам ол сіз тура сол таңдаған салаңыз бойынша білім аласыз. Сіз ізденесіз, курс оқисыз, ютубтан видео қарайсыз, практикада қолданасыз, үйренесіз, компьютерде жасайсыз. Сол секілді өзіңіздің кейстеріңізді жинайсыз, өзіңіздің тәжірибеңізді арттырасыз. Үшінші қадам ол бізде сата білу. Яғни өзіңіздің жасап жүрген ісіңізді, оқыған мамандығыңызды, осы салаңызды басқа адамдарға сата білу. Ол қызмет жасау арқылы жүзеге асады. Сіздің жасап жатқан нәрсеңіз басқа біреуге пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды қадам. Себебі алғашқы екеу болып, үшіншісі болмайтын болса, сіз нашар маман боласыз, себебі сіз өзіңізді сата алмаған боласыз. Осы үш қадамды орындаған әрбір программист ол өте мықты маман болады.